بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله رب العالمين صلاة وسلاما على المبعوث الأمين محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өміріндегі керемет кезеңдер, мәдиналық кезең ары қарай жалғастырамыз. Пайғамбарлықтың 14-ші жылынан 15-ші жылына қараған кезең хижреттің 1-ші жылы. Хижреттің 1-ші жылы біздің күнтізбе, милади күнтізбесі бойынша 623-ші жылға тең келеді. Қазір 2021, ал бұл оқиға 623-ші жылы болған оқиғалар кезеңіндеміз. Солардың ең кереметі өткен сабақтың жалғасы ұлы сахаба Уқба ибн Амир әл-Джухани әл-Ансари радиаллаху ансарлық Джухан тайпасынан шыққан, хазраждық деп те айтады, ол кісі хазраж тайпасынан шыққан Уқба ибн Амир деген кісінің оқиғасын айтамыз. Мәдинада керемет жаңалық тарап жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келді деген хабардың барлығы Мәдинаның шар тарапына тарап жатты. Мәдинаның сыртындағы мал ауылдар деп айтайын түсінікті болу үшін, немесе бәдәуилер, сол кездегі бәдәуилер халқына да тарап жатты. Осындай болып жатқан кезінде сол Мәдина тұрғындарының бірі Уқба ибн Амир одан бұрын исламды қабылдап қойған негізі. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрмей исламды қабылдаған. Осылайша андай әңгімелер келіп жатыр. Пайғамбар Мәдинаға келді саллаллаху алейхи вассалам, сахабалар деген жанында мұхажирлер бар, ансарлар бар, андай мындай бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр, мешіт салып жатыр Мәдинада деген сияқты әңгімелер күн сайын естіп. Бұл қасқа жаңағы өзінің бір 10 шақты қойы бар екен. Мәдинада шөп шықпағаннан кейін сыртқа кетіп қалған ғой. Кеше бізде Атанчи жаққа қарай кеткен сияқты. Шөп шықпай қалды ғой. Сол кезде Атанчи жаққа қарай кетті ғой көбісі көшіп. Дәл сол сияқты Мәдинаның сыртындағы ауылдық жерлерге кеткен екен, мал ауылдарға мына кісі. Сонымен жаңа хабарларды естіді, жата алмайды ғой енді адам, әлемнің рахым пайғамбары келіп жатыр. Сонымен бұл жаңағы қойларын сендер қарай тұрыңдар, мен барып келейін дейді ғой. Сөйтіп Мәдинаға келеді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына келеді. Адамдар деген басқаша болып кеткен. Мәдина басқаша. Баяғы Ясриб нұрланған Мәдина қаласына айналған. Мәдинатул Мунауара нұрланған Мәдина қаласына айналған. Сөйтіп кешкісін жетеді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына келіп, ей Алланың елшісі, мен сізге байғат қылуға келдім дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, сен мұхажирлердің байғатын қабылдайсың ба, әлде ансарлықтардың немесе жаңағы бәдәуилердің байғатын қабылдайсың ба дейді. Бәдәуилер деген түсінікті, мал ауылдың адамдары. Сонда мен мұхажирлердің байғатын қабылдаймын дейді. Яғни қоныс аударушы, өзінің мекенін тәрк етушілердің жаңағы байғатын қабылдаймын, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам саған серт берем деп, сол жерде серт қабылдайды. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үйіне бір күн қонады. Қараңыз, бақытты. Сол үйге қонады, таңертең қайтадан малына қарай кетеді. Малға бірдеңе болып қалады екен. Бұл кісі біреуге сенбейді екен да, өйткені. Біреуге сенбейді. Сондай адамдар болады, әркім табиғаты. Мына кісі біреуге сенбейді екен. Сонымен жаңағы жерге барады, қасындағы 11 жігіт исламды қабылдайды өзімен бірге. 12 адам мал бағып жүр әрқайсысы. Сонымен бұл отырады да Уқба айтады ғой, біз не істеп жүрміз мына жақта дейді. Бір малдың соңында барлығымыз жүрміз дейді. Күніне біреу барсын дейді. Ана бұлақтың басынан барып су ішіп келсін дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ана жақта Мәдинада сахабаларға Құран жаттатып жатыр дейді. Шариғат ілімдерін үйретіп жатыр. Біз мына жақта я тумайтын, я пайда бермейтін малдың артында жүрміз дейді. Сонда не істеп жүрміз деді ғой. Сол күнделікті біреуміз барып деді, ішіндегі біреу айтты. Күнделікті біреуміз барып, сол Құраннан жаттасын дейді. Бұлақтың басынан су ішіп келсін, біз одан жаттайық дейді. Жақсы ой дейді бұл. Сонымен біреу кетті, кешкісін келеді. Аяттар жаттап келеді, мыналарға жаттатады. Анан қараңыз. Ертеңіне екіншісі кетеді Мәдинаға. Жаттап келеді, мына жаққа жаттатады. Үшіншісі кетеді. 11 адамның кезегі кетті, 12-ші өзіне келді. Өзіне не істейді? Сенбейді ана малды тастап кетуге. Мен тағы бір қарайын дейді да, бір күн малға қарайын, менің орныма келесі адам барып қайта берсін дейді. Мен өзім қарайын деп қояды малға. Сөйтеді де оны жібергеннен өкініп қалады ғой кәдімгідей. Өкінеді, қалайша бұл дейді да. Мен мына малдың артында жүрмін дейді. Ал мыналар бұлақтың басынан барып су ішіп келіп жатыр дейді. Бұл біз ештеңе емес дейді. Біз әйтеуір аптасына 10 күнде бір рет барып жатыр. Ана жақтағылар ше дейді Мәдинаға. Олар азаннан қара кешке дейін ішіп жатыр ғой дейді бұлақтың басынан суды. Пайғамбардың қасында Суннал мутаххара дейді, ең таза жер бетіндегі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннеттерін үйреніп жатыр ғой дейді. Кәдімгідей қақ алдында отырып.
пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның. Не нәрсе мені ұстап жатыр дейді. Нені? Мынау 5-6 қой ма ұстап тұрған мені? Ей, тасташ дейді. Тасташ осы қойды. Не болса о болсын, кеттім мен дейді. Сөйтеді ана қой тастайды, сендерге бердім қойды. Жаңа қасындағы сахабаларға тастайды да, өзі Мәдинаға қарай кетті дейді. Сонда ғалымдарымыз айтады, Оқба ибн Амир дейді. Оқба ибн Амир ол малдарын тастап Мәдинаға қарай кетіп бара жатқан кезде дейді. 10 жылдан кейін, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткеннен кейін, исламдағы Құран кәрімді жаттаған, фих ілімін терең меңгерген, мирас ілімін меңгерген, ислам әлеміндегі ұлы ғалым болатын білді ма дейді? Білген жоқ дейді. 5-6 қойды тастап кетіп бара жатыр. Ол дейді, 10 жылдан кейін Абу Бәкірдің заманында мүртәт болған, зекет бермейміз деп діннен шыққан қауымдарға қарсы соғысатын әскердің алдыңғы шебінде жүретін білді ма дейді? Білген жоқ дейді. 10 жылдан кейін, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткеннен кейін, Дамаск, яғни Шам елін Византия империясынан құтқарып, сол жерге исламды жеткізетін әскердің қатарында болатындығын Оқба білді ма дейді? Білген жоқ дейді оны. Ол ма? 10 жылдан кейін Мысыр мемлекеті, Коптар дейді, Қыптилар құлаған кезде, әскердің басында Амр ибн ас жүрген кезде, соның оң жағындағы қолбасшы болып жүретін Оқба ибн Амир білді ма дейді? Білген жоқ оны дейді. Бұның барлығы болашақтың еншісіндегі Алланың іліміндегі нәрсе дейді. Бірақ ол сол нәрсеге кетіп бара жатыр дейді, ана қараңыз. Сол қойларды тастап кетіп бара жатқан кезде дейді, білім алуға бара жатыр, ол басқа ештеңе бара жатқан жоқ. Осындай ұлы істер соның қолымен бітетінін ол білген жоқ дейді. Бірақ Аллах тағала ол кісінің қолымен осындай ұлы істерді бітірді дейді. Дамаск, Сирия құлаған кезінде Византия империясы жаңағы Қайсар дейтін, Геракл дейтін басшылары, «Ей, Шам елі қандай жақсы жер едің, өкінішке орай айырылып қалдық» деп қашып бара жатқан кезде, сол әскерді жаңағы Византия империясы қуып бара жатқан әскердің қатарында осы Оқба ибн Амир болған екен. Оқба ибн Амир дейді. Сол Византия империясының, Палестинаның, Шам елінің христиандардан азат етіліп, мұсылмандардың қолына жеткен хабарын, өткен хабарын, ол сүйінішті хабар ғой. Империяны құлатып тастады, Омардың заманында, үлкен империя. Сол сүйінші хабарды Абу Убайда ибн Жаррах деген ұлы сахаба, Шамдағы әскердің қолбасшысы, сол сүйінші хабарды осы Оқба ибн Амир арқылы Омарға жеткізетінін ол білді ма дейді? Білген жоқ дейді. Бірақ сол хатты дейді, 8 тәулік тоқтамастан, Шам елінен тоқтамастан 8 тәулік атпен шауып отырып, Мәдинаға қарай сүйінші хабарды жеткізген сахаба, ұлы сахаба осы Оқба ибн Амир әл-Джухани екен. Алла одан разы болсын. Оқба ибн Амир Құран кәрімді толық жаттаған, хадис ілімін терең меңгерген және өзінің қолымен Құран жазған бірден бір сахаба екен. Қазір келетін боламыз. Осылайша сол Мәдинаға қарай кетіп бара жатыр ғой. Жаңа қойларды тастап. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келді, мешітке келді де, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның тікелей аузынан Құранның аяттарын жаттады дейді. Ол ма дейді, жабысып қалды дейді, ажырамастан. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жабысып қалды дейді Оқба ибн Амир. Бір елі ажырамайды дейді қасына. Ана есекке мінсе есегін, атқа мінсе аттың, түйеге мінсе түйенің несін ноқтасынан ұстап жүретін дейді жаңа Оқба ибн Амир. Сөйтіп бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам екеуі Мәдинаның сыртына қарай шығып бара жатыр екен. Сонда Оқбаға айтты: «Ей Оқба, сен отыр, мен жүрейін» деп айтты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ойба, пайғамбар отырған көлікке кім отырайын деп жатыр? Оқба отырайын деп жатыр. Сонымен қорқып кетеді, пайғамбар жерге жүргізіп қойып, өзім отырып алсам қалай болды деп қойды. Жоқ, бірақ пайғамбарға қарсы келуге болмайды дейді. Пайғамбар саллаллаху жерге түсіп, бұл отырып алады. Ноқтаны кім ұстап жүр? Пайғамбар саллаллаху алейхи ұстап жүр. Сонда келе жатырып айтты дейді: «Ей Оқба, мен саған бір 2 аятты үйретейін» дейді. «Сен осы 2 аятты» дейді, таң атқанда ұйықтап кеткенге дейін, кеш батқанға дейін соны айтып жүр дейді. Қай аяттар дейді ол? «Құл аузу би раббил фалақ мин шарри ма халақ» деген аятты үйретті дейді. Фалақ сүресінің аяттарын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ей Мұхаммед, айт: «Құл аузу би раббил фалақ», таңның Раббысына, бүкіл нәрсені жарып шығатын нәрсенің Раббысына сыйынамын деп, мин шарри ма халақ, бүкіл жаратылған нәрселердің
кесірінен дейді, зияндығынан. Соны айтып жүр. Сол өсиетті дейді Оқба ибн Амр айтады. Өлгенімше дейін тастаған жоқпын дейді, аңғарыңыз. Күн сайын таң атса да, кеш батса да Фалақ сүресі менің аузымда болатын еді дейді. Сонымен бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жанында отырып бірнеше хадис риуаят етті дейді. Сахабаларға, табиғиндерге бірнеше хадис риуаят еткен дейді. Сонымен қатар ең Құранды әдемі оқитын сахабалардың қатарына енді дейді, анын қараңыз. Тіпті Омар шақырып алады екен үйіне, ей Оқба келші деп айтады екен. Оқба үйіне келеді, сол Оқбаға Құран оқытады екен Омар. Сонда ана Омар Оқбаның даусынан дейді, бір Алла кейбір адамдарға бір керемет дауыс береді ше. Бұл нығмет Алланың берген. Ол барлық адамда болмайды. Бірақ бір адамдарға Алла сондай нығметті береді. Ананың дауысын тыңдаған кезде еріксіз көзіңе жас келеді. Оны түсінбе. Түсінбесек те жылаймыз кейде ана Құранның керемет әсер даусына. Ал Омар сияқты Құранды терең түсінетін адам бар ма, жоқ па? Жоқ ондай қазір жер бетінде адам. Сол Омарға Құранды оқыған кезде Омар өксіп қалатын болған. Омарды жылатып шығып кететін болған Оқба үйінен. Омар жылап қалады екен үйінде. Солай Омарға Құран оқитын болған дейді. Содан кейін Оқба ибн Амр өз қолымен Құранды жазған екен. Сол қолымен жазған Құранды Каир, Мысырдың, қазір Египтің астанасы бар ғой, білімнің құбыласы деп аталады Мысыр елі. Сол елде бұл әкім болған кезінде, сол елдегі өзінің Оқба ибн Амр деген атына салынған мешітке не істеген дейді? Сол Құранды қойдырған екен. Бірақ өкінішке орай, біздің ислам әлеміндегі мұсылмандардың ғаплеттілігінен ол кісінің Құраны жер бетіндегі мына планетадағы ең көне Құран болып есептеледі екен. Жоқ болып кеткен екен. Үштігейлі жоқ болып кеткен екен. Енді түсінікті оның кімдер алып кеткендігі. Мінекей сондай сахаба Оқба ибн Амр, Алла одан разы болсын, Мауия ибн Абу Суфьян деген сахабаның заманында хижреттің 58-ші жылы Мысырдың қазіргі астанасы Каир қаласында дүниеден Әл-Мукаттам деген таулардың жанында дүниеден өткен екен. Мысырға жолдарыңыз түсіп жатса, Оқба ибн Амрдің мешітіне барыңыздар. Және ол кісінің қабірін көріп қайтсаңыздар да болады екен. Көрдіңіздер ма? Сол мінекей Оқба ибн Амр радиаллаху анху хижреттің 1-ші жылы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жанына келіп, осындай бір керемет бақытқа ие болды. Одан кейін осы жылы болған керемет жаңағы бір жақсы нәрселерге себеп болған оқиғалардың біреуі, жақсы нәрсе деген сөз мұсылмандардың тікелей қарсылыққа шығуына себепші болған оқиғалардың бірі бұл не? Меккелік Құрайыштардың мұсылмандар исламды қабылдаған, ансарлық болсын, мұхажирлік болсын, бүкіл сахабаларды Қағбаға тауаф етуден тыйып тастайды болды. Бұл елдің, бұл жердің басшысы, бұл қасиетті мекен біздікі дейді қазірше. Сондықтан ешқандай мұсылман бұл жерге аяғын аттап баспайды дейді. Ол жерден кіргізбейміз. Оған дәлел не? Оған дәлел ұлы сахаба Саад ибн Муаз деген сахаба болған. Оған арнайы келеміз. Бұл мына Оқба ибн Амр неге айтып кетіп жатыр мен? Өйткені бұдан кейін бұл кісімен кездеспейміз біз. Сондықтан айтып кетіп жатырмын бірден. Енді Саад ибн Муаз бұл Мәдинадағы ең ұлы мықты кісілердің біреуі дейді. Ұрса құлатады дейді, сөйлесе жылатады дейді. Әшейін қабағымен ақ бір қауымды басқарып отқан сондай керемет мықты жігіт екен. Сол Саад ибн Муаз жаңағы умра жасауға Меккеге қарай барады. Меккеге барған кезінде естиді сондай әңгімелердің жүріп жатқанын. Қағбаны тауаф етуге тыйым салынды мұсылмандарға бірдеңе деген сияқты әңгімелерді естиді да, сөйтеді де өзінің Умайя ибн Халаф деген саудадағы серігі бар екен. Умайя ибн Халаф деген Меккенің несі? Көсемдерінің, көпестерінің біреуі. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға не істеген баяғыда? Деп сүйектің ана ұнтатып шашып жіберген кісі. Біләлдің несі деп айтайын? Қожайыны деп айтайын, түсінікті болу үшін. Біләлдің қожайыны. Сонымен серіктес болған екен. Сонымен Умайяның үйіне келеді де айтады: "Ей Умайя, Қағбаны тауаф қылуға қай уақыттар ыңғайлы?" дейді. Қайтарыпсыңдар ғой бізді мына жерде. Сонда анау қасқа дүние ғой, енді дүние деген нәрсе. Ben негізі қайтарған барлығы, бірақ Умайя не дейді? Түннің ішінде бар дейді. Өзі айтып беріп жатыр. Түннің ішінде барып тауаф қылып таста дейді. Бәрі ұйықтап жатқан кезде дейді. Бәрі ұйықтаған кезде ұйықтамай жүретін жалғыз адам болған ол кім? Абу Жахил болған. Жұрттың бәрі ұйықтап жатса, ұйықтамай күтіп жүретін Абу Жахил болған. Біреу келіп қалады ма екен деп. Сол Абу Жахилмен кездесіп қалады ғой түннің ішінде. Тауаф етіп жүрген кезде Абу Жахил айтады, не дейді? Ей Саад, біз сендерді дейді, исламды қабыл, Мұхаммедке ілескендер барлығыңды Қағбадан тыймап едік дейді. Не жүрсің сенікі дейді. Сонда Саад айтады, мені ешкім тыя алмайды дейді Қағбаны тауаф қылудан.
Мені ешкім тыя алмайды дейді. Егер де тыйып көр дейді Абу Жахил, Мәдинаның үстінен өтетін бүкіл сауда керуенінің бітішін шығарам дейді. Анан қараңыз. Меккемен, көрдіңіздер ме? Меккеден шыққан керуен Мәдинаның үстімен өтетін болған. Шамға қарай сауда жасайтын кезде. Шамға баратын керуеннің барлығының бітішін шығарам деген. Сонда не деді Абу Жахил? Болды деді, тауап қыла бер деді. Көрдіңіздер ме? Өзінің нәпсісіне дүниеге келген мәселелерде серттерінен айнып қала беретін болған. Осылайша Саад ибн Муаз сол жерде тауап қылды дейді. Оған ешкім ештеңе істей алмады. Сөйтіп Мәдинаға қарай кетті дейді. Міне тағы бір осы жылдағы болған оқиғалардан енді осындай қарбалас басталып жатыр. Сонымен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға келейін деп жатқан кезде, Мәдинаның көсемі болып сайланайын деп жатқан кандидат кісі бар. Абдулла ибн Убай ибн Салул деген кісі. Ол Хазраж бен Аус деген екі тайпа Мәдинада өмір сүретін. Солардың арасында бітпейтін қырғи қабақ соғыс болған. Сол соғыс аяқталып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келуінен шамалы ғана бір жыл бұрын аяқталып, екі тарап бір-бірімен қол ұстасып, келісімге келіп, олардың көсемдері Абдулла ибн Убай ибн Салул деген кісі басшы болады деп дайындалып отқан. Ертең ақ киізге хан көтеріп сайлаймыз деген сондай сәттердің бірінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бәкірге хижрет етіп кіріп келді ғой. Енді билік не істеді? Кетті. Бұл ауырады енді ал. Бұл ауырады, 10 жыл бойы ауырады, немесе 9 жыл бойы ауырады. Бұл кісімен таныстырып қоя берейін, жайлап ертең келесі сабақта да құлақтарыңыз үйреніп отырсын. Мұнафықтардың көсемі осы кісі. Бүкіл мұнафықтардың көсемі Мәдинадағы осы кісі. Құран кәрімде мұнафиқун деген, мұнафықтар деген сүренің түсуіне тікелей себепші болған осы кісі Абдулла ибн Убай ибн Салул деген кісі екен. Соған Құрайыштың мүшриктері хат жазады. Ей Абдулла, қаңғыбастарды біздің елден кеткен. Қалайша паналаттың сен дейді. Қалайша паналаттың? Сол елдің көсемі болайын деп тұрып, біреуге қалай тізгінді әшейін бере салдың? Қасыңда жігіттерің бар, сені қолдайтын қауымың бар. Дереу шығарып жібермейсің ба дейді. Аңғарасай, азғырып жатыр ана жақтан. Меккеде жатып алып, тыныштық бермейді. Ана Мәдинадағы 450-500 километрдегі адамдар азғырып жатыр. Сонымен бұл шынымен уәсуасқа түсіп қалады анау Құрайыштың уәсуасына. Сөйтеді, шынымен де мынау билікті алып барады дейді Мұхаммед. Өйткені Мәдинадан ислам мемлекеті құрылып жатыр. Сонда қасына жайлап жігіттер жинайды. Өзінің жаңағы ертең мен бастық болсам, сен оң қолым боласың, сен сол қолым боласың, сен андай боласың деп дайындап қойған адамдар бар өзінің. Солардың барлығы бұнымен бірге ауырады, жаңағы ауруымен ауырады. Биліктің ауруымен. Солардың барлығын жинап келіседі барлығы. Ақылдасып жүрген кезінде бұл хабар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жетіп қалады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдулла ибн Убай ибн Салулге келіп айтады: "Ей Абдулла, кіммен соқсайын деп жүрсің?" дейді. "Кіммен соқсайын деп жүрсің сен? Ей, өзіңнің ағайыныңмен, туысыңмен, бауырыңмен, өзіңнің ағайын қарындас бауыр балаларыңмен соқсасың ба? Кіммен соқсайын деп жүрсің Мәдинада? Мынаның бәрі сенің туысқандарың ғой" дейді. Өзіңмен өзің соғыс қылып қалайын деп жүрсің ба, ей Абдулла? Деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы сөздерді айтқаннан кейін қайтып қалды дейді райынан. Шынымен кіммен соқсады ол? Мәдинада, Меккеден келген шамалақ сахабамен соқса ма? 60-70-ге жетпейтін. Қалғанының барлығы өзінің қауымы ғой, мәдиналықтар. Сол әңгімелерді естігеннен кейін Абдулла ибн Убай ибн Салул басылды да қалды дейді. Мінекей мұсылмандар осылай дамып жатқан кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сол хижреттің бірінші жылы Мәдинадағы мешіт салынып біткеннен кейін сахабалардың барлығын мешіттің ішіне жинатты, айтты: "Ей сахабаларым, не істейміз?" деді. "Мына 5 уақыт намаз парыз бізде. Соған енді адамдарға қалай білдіртеміз намазды, уақыты болған. Әр намаздың уақыты бар ғой, 5 уақыт намаздың. Соны қалай білдіртеміз адамдарға?" деді ғой. Сонда бір сахаба тұрып айтты: "Ей Алланың елшісі, кернеу бар ғой, кернеу. О дейтін жаңағы бір дауыс шығаратын аспап, музыкалық аспап. Сондай бір кернеумен шақырайық" дейді да, намаздың уақыты болған кезде о дейді, Мәдинаның барлығына жетеді дауысы дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Бұны яһудилер істейді ғой" дейді. "Оларға ұқсамай ақ қояйық" дейді. Екінші сахаба тұрады: "Ей Алланың елшісі, онда дыңғыл қоңырау не қылайық" дейді. "Соғайық" дейді, ұрдырайық қоңырауды." Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейді? "Бұл христиандардікі ғой" дейді, "Оларға ұқсамай ақ қояйықшы" дейді. Сөйтеді де біреу тұрады да: "От жағайық" дейді намаздың уақыты болған кезде. "Ол мәжусилердікі ғой" дейді.
Оларға да ұқсамаймыз дейді. Не істейміз? Ешкімнің ойына ештеңе келген жоқ. Сонымен кетті сахабалар. Барлығы уайымдап кетті, не істесек болады екен деген. Қандай бір белгі бар деп. Сонымен кетті барлығы үйіне. Үйіне кетті, түнделетіп жатып, ұйықтап жатқан кезінде Абдулла ибн Зайд деген сахаба, ансарлық, мәдиналық сахаба, ұйықтап жатыр еді, бір адамдарды көрді. Кетіп бара жатыр екен. О деп жаңа кернеуді ұрып бара жатыр екен да. Мынау бір жақсы нәрсе екен дейді да. Не істемексің сен оны жақсы деп? Бізде намаздың уақыты болған кезде сондай бір осындай бірдеңе керек болып жатыр дейді. Жоқ, одан да жақсы нәрсені көрсетейін ба сендерге деп айтты дейді. Түсінде біреу. Одан да жақсы нәрсені көрсетейін ба сендерге деп айтты дейді. Көрсетші деп айтты. Ашхад Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Алла ұлы деп айтыңдар дейді. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Алладан басқа тәңір жоқ екендігіне куәлік берем. Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Азанның сөздері. Мұхаммед Алланың елшісі екендігіне куәлік берем. Хайя алас сала, хайя алас сала. Намазға асығыңдар, намазға келіңдер. Хайя алал фалах, хайя алал фалах. Құтылуға асығыңдар. Неден құтылуға? Парыздан құтылуға бірінші. Екінші Алланың азабынан құтылуға. Асығыңдар құтылуға. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Алла. Ла илаха иллаллах. Алладан басқа тәңір жоқ деп айтыңдар дейді, ана кісі айтады. Ойқысынан атып тұрады да, таң атпай пайғамбар салсам мешітіне келеді. Сөйтеді де Алланың елшісі, мен осындай нәрсені көрдім дейді. Хәза хаққун иншалла. Бұл көрген түсің ақиқи, шынайы түс иншалла деп айтты дейді пайғамбар салсам. Біләлді шақырды, Біләлға айт дейді, саған айттырған сөздер дейді. Біләлді шақырды, пайғамбар Біләлді алдырды. Біләлға айтқызып, Біләл азан шақырды дейді. Аллаху акбар, Аллаху ак. Тұңғыш рет жер бетіндегі азанды шақырған, дүниенің барлығын рахатқа бөлеген кісі кім екен? Біләл ибн Рабах әл-Хабаши екен. Хабашадан шыққан, мынаяқтан шыққан, Эфиопиядан. Соған бұйырған бақыт екен бұл. Анан қараңыз. Қиямет күні мойны биік болып тұратын кісілер дейді, азаншылар дейді. Азаншылар қиямет күні бөлек адам болып тұрады олар. Сондай бақытты кімге нәсіп етті Алла? Қара құл болған, әркім езген, бірақ ең мықты болған ұлы сахаба Біләл ибн Рабахқа Алла нәсіп етті. Біләл Аллаху акбар деп азан шақырды дейді. Сол кезде не істеді? Омар ұйқысынан атып тұрды дейді. Көйлегін киер киместен жүгіріп келеді дейді мешітке қарай Омар. Жүгіріп келді, Алланың елшісі, мен мына түсті көргенмін деді. Маған түсімде осы сөздерді үйретіп кеткен дейді Омар радиаллаху анху. Сонда пайғамбар не деді? Фалиллахил хамд деп айтты дейді. Аллахқа мадақтар мен мақтаулар болсын деп айтты дейді. Міне бұл азанның шариғатталуы деп айтты дейді. Көрдіңіздер ме? Міне біз күніге 5 уақыт шақырып жүрген азан Меккелік емес, Мәдиналық кезеңде шариғатталынған екен, заңдастырылған екен. Көрдіңіздер ме? Азанның тарихын біліп қалдыңыздар, машалла. Сол азанның шариғатталуына себепші болған кісілер кімдер екен? Абдулла ибн Зайд радиаллаху анху мен Омар ибн Хаттаб. Азан деген кезде осы екеуі естеріңізге түсін. Оны шақырған адам кім екен? Біләл ибн Рабах екен. Алла олардан разы болсын. Енді осы хижреттің бірінші жылы болған тағы да жаңа мына жерде айттым, мен мұсылмандарды Кағбадан тыю бұл керемет нәрсе дедім. Неге? Өйткені бұл нәрсе бір не болды? Ілі барларлық нәрсе болды мұсылмандарға. Мұсылмандар ана жақта. Мұсылмандар Меккеден көшіп келген нелер бар, мұхажирлер дымсыз жүр Мәдинада, дымсыз. Кәдімгідей кейбір сахабалар дейді, жаңа шөптен не жасап алған дейді. 4 таяқты қойып, үстін құрма талының жапырағымен жауып алған, соның ішінде қонған дейді. Кәдімгідей солай өмір сүріп жатыр дейді. Біреулер мешіттің ішінде жатады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи мешіттің ішінде жатады екен. Әлі үй жоқ, күй жоқ. Меккеде шалқып тасып өмір сүріп жүрген адамдар Мәдинаға келіп осындай болып қалды. Неге Мәдинадағылар бұларды өйтіп жатыр? Өйткені Мәдинадағы исламды қабылдаған сахабалардың көбі кедей еді дейді. Мәдинадағы бай шалқып тасып өмір сүріп жатқан кімдер? Яхудилер. Мәдинада шалқып тасып өмір сүріп жатқан адамдар, бүкіл бизнесмендер яхудилер болған. Мыналардың барлығын тек қырылдырып қойып, өздері бизнес істей береді болған. Көрдіңіздер ме? Енді не керек? Аллах тағала
өзінің мал мүліктерінен хақысыз айырылып қалған момын мұсылмандарға өздерінің бұйымдарын, дүниелерін қайтадан қайтарып алуға рұқсат берді Аллах тағала. Ол қай аятпен рұқсат етілді? Аллах тағала Құран кәрімнің Хаж сүресінің 39 аятында айтты: әділетсіздікке ұшырағандықтары себепті соғысып жатқандарға соғысу рұқсат етілді дейді. Әділетсіздікке ұшырағандықтары себепті дейді. Әне көрдіңіздер ме? Қолындағы барынан айырылып қалғандар. Ақиқатында Аллах тағала оларға жәрдем беруге оның толық күш құдіреті жетеді дейді, аятта айтады. Және Құран кәрімнің аятында айтады, оларға, Хаж сүресінің аятында, егер жер бетінде оларға дейді билік берсек, олар намазды орындайды, зекетті береді, құпталған нәрселерді бұйырады және теріске шығарылған нәрселерді қайтарады дейді. Егер де мұсылмандарға жердің бетінде билік беретін болсақ дейді, намазды орындауға мүмкіншілік береді дейді адамдарға, зекетті орындауға, құпталған істерді орындауға және құпталмаған істерді теріске шығаруға жаңағы мүмкіншілік береді деген Хаж сүресінің 41 аяты түсті дейді. Мінекей, аяттар не істеп жатыр? Бірінен соң бірі Аллах тағала мұсылмандарға өзінің мал мүліктерін алуға рұқсат беріп жатыр екен, соғысуға. Мінекей, осылайша сол нәрселерге рұқсат етілгеннен кейін тарихта жер бетінде тұңғыш рет ең ұлы сахаба, ең алғашқы жорыққа аттанды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің ең батыр көкесі болып есептелетін әкесінің бауыры Хамза ибн Абдул-Мутталибті Сайфул Бахр деп аталатын жердегі жорыққа аттандырды. Сол жорыққа аттанарда Хамза радиаллаху анху 30 сахабаны қасына ертті де, және өздерімен бірге ақ туды желеулетіп шықты дейді. Анегіре. Тұңғыш рет исламда, көрдіңіздер ме? Тұңғыш рет исламда туды көтеріп шығып, алғашқы рет жорыққа ислам тарихында аттанған кісі кім екен? Хамза ибн Абдул-Мутталиб әл-Хашими радиаллаху анху екен. Өте ұлы, даланың арыстаны, айбатты арыстаны деп аталған өте ұлы сахаба. Сол Хамза радиаллаху анху Шам жерінен келе жатқан керуен. Әне Шам деп жазып қойды ма дей. Енді бізде мына карта сәл нелеу болып қалған, ықшамдалып қалған. Шам жері сол жазудан бастап жоғарыға қарай қамтиды барлық жерді. Қазіргі Түркияның шекарасына дейінгі жердің барлығы Шам жері деп аталады. Түсінікті ма? Шам жері. Сол Шам жеріне, бұл меккеліктердің несі? Меккеліктердің қысқы жазғы бейбіт көшулерінде Шам жеріне жаздың күнгі саудалардың барлығын Шам жерін көріп жасайтын болған, Шам жеріне. Сол Шам жеріне саудасы өтіп кетті деген хабарды естіді Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Мәдинаның жанында. Енді сол не қайту керек? Керуен қайту керек. Ол керуенді бастап келе жатқан кісі Алланың дұшпаны Абу Джахил ибн Хишам әл-Махзуми. Абу Джахил, атақты Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға өмір бойы зиян беріп өткен кісі, Абу Джахил деген кісі сол 300 адаммен бірге керуенді бастап келе жатыр екен. Бұл Абу Джахилден айла болса ма? Хамза радиаллаху анху мінекей мына жерге бір деп қойдым. Бірінші жорық болғаннан кейін Сайфул Бахр деген Қызыл теңіздің жағалауына жетіңкіремейтін жердегі аймаққа келіп күтіп тұрды Пайғамбар Хамза ибн Абдул-Мутталиб. Міне сол жерде кездесті екі тарап. Мынау керуен жолымен кездесті, ары бері қашты Мәдинадан. Жаңағы кім бар ғой? Абу Джахил. Абу Джахил Шамнан келе жатып, бұл хабарды естіп қашты. Мәдинаның үстіне өту керек негізі бұлар. Бірақ қашып теңізді жағалап отырып, жетем Меккеге деп қашып келіп еді мына жерге дейін. Сол жерден ол Хамза ибн Абдул-Мутталибке ұсталды. Ұсталған кезде енді не болады? Хамза 300 адамға қарамайды ол Хамза. 300 адам ау, 3000 адам ау деген нәрсе Хамзада жоқ ондай. 30 адаммен 300 адамға қарсы жорыққа келе жатыр. Білет Хамза олардың 300 екен. Радиаллаху анху. Сөйтіп жақындаған кездерінде екеуіне де одақтас келісімінде болған бұрыннан бері Мәжди ибн Амр әл-Джухани деген кісі ортаға түсіп қалса бола ма? Қырғи қабақ айқастың басталайын деп жатқан кезінде Мәжди ибн Амр әл-Джухани деген кісі екеуінің ортасына түсіп қалады да, басталайын деп тұрған, шағылсайын деп тұрған алаудың бетін қайтарып жібереді. Сөйтеді, бұл жорық не қалады? Аяқсыз қалады. Абу Джахилге бұл жақсы, құтылып кетті.
Ал Хамзаға ше? Хамзаға ол жақсы емес ол. Хамзаға өйткені рұқсат етілген. Олардың мал мүліктерін алу жайындағы аяттармен рұқсат етілген. Бірақ өкінішке орай бұл жорық осылайша ешқандай нәтиже берместен 30 кісілік жасағымен Хамза радиаллаху анху қайтадан Мәдинаға қарай қайтты. Кетті. Бірінші жорық кетті, аяқсыз қалды. Екінші жорық. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам екінші жорық, бұл да сол хижреттің бірінші жылының соңғы кезеңдерінде, немесе орта белінен асқан кезеңдерде, Шәуәл айының аяқ жақтарында деп айтады. Шәуәл бұл Рамазаннан кейін, дұрыс па? Рамазаннан кейін деген сөз орта белден асып кетті деген сөз. Жылдың орта белінен асып кетті. Сол кезеңде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Убайда ибн Харис радиаллаху анху сахабаны, оның қасына 200 адамы бар, жаңағы 60 сахабаны қосып 200 адамымен келе жатқан Құрайыштың тағы да Абу Суфиян ибн Харб алып келе жатқан керуенге қарай пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жіберді. Бұл ана жол болмады, бұл жол болады шығар деген немен, ниетпен. Бірақ бұл жолы да екі тарап бір-бірімен кездесті. Қай жерде? Рабиқ деген жерде кездесті. Мінекей екі деп қойып қойдым. Абу Суфиян да өте айлакер жолбасшы, ана Шамнан келе жатқан кезінде Мәдинаның тұсымен өтпей, теңіздің жағалауымен өтіп бара жатқан жерінде, міне екі деп қойдым, стрелка қойып, сол жерде екі тарап кездеседі тағы да. Аналардың саны қанша? 200. Мыналардың саны 60. Сонымен екі тарап бір-бірімен садақпен атысады. Бірақ ешкім жараланбайды. Бір-бірімен атысады. Сол жорықтың себебімен бұл жорықта бір өте бір керемет хайыр болады. Атақты ұлы сахаба Миқдад ибн Амр радиаллаху анху, Миқдад деген сахаба бар. Ертең міне алдағы сабақта кездесеміз Бәдір шайқасында. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға қандай керемет нәрсе, тіпті риуаяттарда айтады, жәннат бұл кісілерді асыға күтеді деп айтады. Соның ішінде Миқдад бар. Жәннат күтіп отыр ана кісіні. Сол Миқдад ибн Амр радиаллаху анху мен Утба ибн Ғазван деген екі кісі, бұл мына Меккеден шыққан кездегі ниеті барып мұсылмандарға қосылып кету еді. Сол ниетіне жетті. Ана соғыс басталып жатыр ғой, екі жақ садақ атып жатқан кезінде арт жағымен, әскердің арт жағымен өтіп, мұсылмандар жаққа қарай өтіп кетті екеуі. Меккеден тікелей шығып кетейін десе болмайды, оны жібермейді оны. Мұсылмандарға қарсы не қыламыз деп шыққан адамдар ғой. Бірақ олай жаңағы меккеліктердің айлакерліктерінен де асып түсіп, Миқдад ибн Амр мен радиаллаху анху өте керемет сахаба. Иншалла тоқталамыз арнайы өзіне. Және Утба ибн Ғазван радиаллаху анхума екеуі келіп, Убайда ибн Харистің радиаллаху анху келіп, жорығына жасағына келіп не істеді? Қосылып кетті де Мәдинаға пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам алдына өзінің иман келтірген бауырластарымен бірге кетті. Енді ол кісінің өмірі керемет енді басталады. Осылайша бұл жорықта да не болды? Екі тараптың тағы да белгісіз нәтижесімен қайтуымен болды, екі тараптың, екі жақтың да. Сонымен тарихта тағы бір үшінші жорық бар. Ол Харрар деген жорық. Харрар мінекей Меккеге жақын жерде орналасқан, Мәдинадан алыс, бірақ Меккеге жақын жерде орналасқан жер. Сол Харрар деген жерге хижреттің бірінші жылы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Саад ибн Аби Ваққас деген өзінің нағашысы, жәннатпен тірі күнде сүйіншіленген 10 сахабаның біреу Саад ибн Аби Ваққасты қасына 20 адаммен бірге қосып, Құрайыштың сауда керуенін тосып алуға жібереді. Сонымен ол жүріп отырып Харрар деген жаңағы жазықтыққа жетеді. Жазықтыққа жетсе, бұл жазықтықтан Құрайыштың керуені кеше өтіп кеткен екен. Үшінші кетті, тым жоқ. Кеше кешкісін өтіп кеткен керуен, бұлар бірақ ертеңнен қай уақытта келіп тұр, таң ертең келіп тұр. Бірақ керуен өтіп кеткен, үлгіре алмай қалды. Үшінші не кетті? Үшінші жорық босқа кетті. Ары қарай төртіншісі. Бұл төртіншісі хижреттің екінші жылына ауысқан кездегі тарихтағы ең алғашқы жорық, және тарихтағы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзі бастап барған жорық. Ал енді ертең сұрақ ретінде келеді сіздерге. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тарихта ең бірінші өзі бастап барған жорық не деп аталады деп айтамыз? Не деп аталады? Уаддан деп аталады. Немесе
Абуа деп аталады. Абуа деген қаяқтан естідіңіздер? Абуа деген естулеріңіз бар ма? Абуа деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям анасы Аминаның қайтыс болған жері ғой. Түсті ма еске? Амина анамыздың қайтыс болған жері Абуа ғой. Басқа жер ме әлде? Сол Абуа Уаддан. Екеуі бір мекеннің аты. Уаддан деген жазықтықтың аты. Сол жерге пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хижреттің 2-ші жылы мұхажирлердің ішіндегі таңдаулы, ерікті 70 сахабаны алып, Мәдинаға Саад ибн Убада деген атақты сахабаны тастап, өзінің орнына басшы етіп, сөйтіп кетті. Уаддан жорығы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі барған жорық. Мінекей, бұдан былай мынадай нәрсе бар. Ғазауат деген нәрсе бар, сәрия деген нәрсе бар. Ғазауат деген нәрсе бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі жеке бастап барған жорықты ғазауат деп айтады. Сәрия деген нәрсе бар, ол не? Біреуді басшы етіп жіберсе, жаңағы үшеуі не болды демек? Сәрия болды. Үшеуіне де басшы, сахабаларды басшы қылып жіберді. Ал ғазауатта не істейді? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі барады. Осылайша өзі барды, 70 сахабамен бірге келді. Сол жорықтың кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Уадданға Құрайыштың керуеніне, керуен ғой бұл жерде, керуенге қарай жасалынып жорықтың барлығы. Жетеміз ғой деп, үлгіреміз ғой деп барған кезінде ол жердегі Құрайыштың керуенін естіген екен, өтіп кеткен екен, тағы да кешігіп қалды. Ай, бір бәрінде бір кешігу болып жатыр, артында бір қайыр болайын деп тұр ғой. Керемет қайыр болайын деп тұр. Міне 4-ші белгіні қойып қойдым. Уаддан деген жер, мінекей, мына стрелка тұрған жерде. Абуа деген жер, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның анасы қайтыс болған жер, мінекей мына жерде, Мекке мен Мәдинаның ортасындағы Мәдинаға жақын жер. Міне сол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кешігіп қалды, не істейді? Сонымен Амр ибн Махши ад-Дамри деген Абуа жеріндегі Дамр тайпасының, Дамра деп айтады, Дамра тайпасының басшысымен сол жерде келісімге отырды. Келген жақсы болды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мәдинаның сыртындағы тұңғыш өзге тайпамен келісімді жүргізіп келді барып. Амр ибн Махши ад-Дамри деген кісімен. Сол жерде келісімге қол қойды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Не деп айтты? Бұл Мұхаммедтен, Алланың елшісі Мұхаммедтен Бәну Дамра тайпасының басшысына жазылған, немесе сол тайпаға жазылған шартнама дейді. Келісім шарт. Бұдан былай, бұл тайпаға қарсы мұсылмандар тарапынан шабуыл жасалынбайды. Және бұлардан да мұсылманға қарсы шабуыл жасалынбайды. Және мұсылмандарға қарсы біріккен әскерге жәрдем бермейді. Егер мұсылмандарға шабуыл жасалса, онда олар жәрдемге келеді. Мұсылмандар оларға шабуыл жасалынған кезде жәрдемге келеді деген шартнамаға пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям істеді дейді. Келісімге қол қойды дейді. Мінекей осылайша ең алғашқы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның Мәдинаның сыртындағы келісім шартқа қол қойылуы осылай басталды. Және ең алғашқы жорығы қандай жорық екен демек? Уаддан жорығы екен. Бұл жорықта да Алла елшісінің, исламның хақ адал туын, ақ туын кім ұстап жүрді дейді? Хамза ибн Абдул Мутталиб радиаллаху анху ұстап жүрді дейді. Көрдіңіздер ме? Хамза қайта-қайта айтылып жатыр. Хамза радиаллаху анху қайта-қайта айтылып жатыр. Бұл исламдағы өте маңызды адам. Ертең пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл кісіге қайғырғандығы сияқты қайғырмайды. Өйткені неге? Бұл өте маңызды адам исламда. Жақсы, бұл жорықта кетті. Уаддан жорығы кетті. Одан кейін Буат деген жорық, немесе Бауат деп аталады. Бауат бізде нешінші нөмерлі? 5-ші нөмерлі. Бауат Мәдинаның солтүстік батысындағы орналасқан Бауат деген жазық дала. Ойпат деп айтайық, мынадай. Ойпат жазық дала. Сол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хижреттің 2-ші жылы өздерінің сахабаларының барлығын жинап, 200 сахабасы шықты дейді ішінен. Ерікті 200 сахабаны жинап алып, 2,5 мың керуен, 2,5 мың түйе үстіндегі жүгімен тиелген керуенге жорыққа шықты дейді. 200 сахабамен 2,5 мың түйе, оны бастап келе жатқан Умайя ибн Халяф, оның қасында 100 қорғаны бар, қасында 100 адам бар, арнайы керуенді қорғауға шыққан 100 адам бар қасында. Сол 100 адамға қарсы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 200 адаммен бірге Бауат деген жерге шықты.
Бірақ сол жерге жеткен кезінде тағы да бұлардың өтіп кеткендігі туралы хабар алады. Кеш хабар келіп жатыр. Хабар кеш келіп жатыр. Екі жақта да не бар деген сөз демек? Екі жақта да жасөстер бар дейді. Не деп айтады? Тыңшылар бар. Екі жақта да демек не бар? Тыңшылар бар. Мәдинада да тыңшы бар, аналарға хабар жеткізіп отқан. Меккеде де пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға хабар жеткізіп отқан адам бар. Қақтан біліп жатыр ананың барлығын? Екі жақта да демек не бар? Хабар, бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жеткен хабар кештеу жетіп қалып жатыр. Мекке мен Мәдинаның арасы едәуір жер, 450-470 шақырым шамамен. Осылайша Умайя ибн Халаф ең мықты Меккедегі саудагерлердің бірі бұл жолы 2,5 мың керуенмен өтіп кетті ғой тағы да. Кетті, 5-ші жорық кетті. Тым жоқ. 6-шы жорық. Бұл Сафауан деп аталады. Немесе бұны не деп айтады? Бұны алғашқы Бәдір жорығы деп айтады. Бұл Сафауан 6 бізде, мінекей 6. Мына 6-шы номер тұр ғой, мына жерде нүкте қойып қойдым әдейі. Бұған нүкте қойған себебім, ертең Бәдір шайқасы орын алған жер осы жер. Сондықтан нүкте қойып қойдым, ерекше қылып. Сол Бәдір шайқасы орын алатын жердегі мекеннің аты Сафауан деген жазық екен. Сафауан жорығы қалай болды? Сафауан жорығы Кәрз ибн Жәбір әл-Фихри деген кісі Меккенің мүшриктерінен, сол кісі Мәдинаға қарай келіп, Мәдинаның айналасындағы жаңағы шабынды жерлер бар ғой, жайылым жерлері бар ғой. Сол жерде жайылып жүрген мәдиналықтардың малдарының барлығын шауып, жайылымдарын өртеп, малдарын алдыға салып алып, тым-тырыс жатқан Мәдинаның халқының малдарын тонап кеткен Кәрз ибн Жәбір. Меккелік мүшрик. Сол не істеген? Мәдинадан шығып алып, мынаяққа қарай қашқан, батысқа қарай, теңізді жағалап Меккеге қарай кеткен. Бұның артынан дереу пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің 70 сахабасын ертіп алды да қуып шықты артынан. Бірақ өкінішке орай не істеді? Жете алмады дейді. Сондықтан бұл Кәрз ибн жаңағы Жәбір әл-Фихридің сол жерден өтіп кетуімен, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сол Бәдірге келіп, Сафауан жеріне келіп тұрақтауымен, бұл тарихта не деп аталды? Алғашқы Бәдір жорығы деп аталды. Мінекей басталды. Алғашқы Бәдір жорығы. Немен болды бұл? Сәтсіздікпен болды. Өтіп кетті, ана малдың барлығы кетті ана жаққа қарай. Бұлар мыналардың малын аламыз деп жүрген кезде өздерінің малына шабуыл жасап кетті. Бұл тарихтағы, ислам тарихындағы 6-шы жорық. Ал енді ислам тарихындағы 7-ші жорық бар. Бұл 7-ші жорық пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 150 сахабасымен шықты дейді. 150 сахабасымен 7 мінекей тұр ғой, теңіздің жанында Зүл-Ұшайра деген жорық бұл. Тура теңіздің жағалауындағы қазіргі Янбоқ деген, Араб жазирасында Янбоқ деген өте керемет бір әдемі қала бар. Сол қаланың бұрынғы атауы не? Зүл-Ұшайра. Интернеттен қараңыздар Янбоқ деген жерді. Жердің бетіндегі ең керемет, әдемі, таза, сондай бір керемет жер. Қызыл теңіздің жағалауында Зүл-Ұшайра деген бұрынғы ескі атауы. Сол жерге қарай пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шықты. Шамнан келе жатқан нені күтіп алу үшін? Керуенді күтіп алу үшін дейді. Өзінің 150 сахабасымен шықты дейді. Бірақ бұлар жаңағы 150 сахаба 30 түйеге мінгесіп алма кезек бетіп отырды дейді. 5 адам, 5 адамға бір түйе ма сонда? 150 адамға 30 түйе болса, 5-ке бір түйе. 5-ке бір түйе болып алмасып, мынаяққа жетем дегенге дейін, бұлардың керуені жарықтық тағы да өтіп кетті. Осылайша пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сол жерге барғаннан кейін Бәну Мудлиж және Бәну Дамра дейтін тағы да жаңағы қалған Бәну Дамра тайпаларының кейбір өкілдерімен келісім шартқа отырды. Барғаннан кейін бос қайтқан жоқ, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сол жердің тайпаларымен келісім шартқа отырды. Бағанағы немен? Бағанағы мәтін бойынша. Бір-біріне жәрдем беру, бір-біріне көмектесу, бір-біріне қарсы жәрдем бермеу деген мәселеде тағы да келісім шартқа отырып келді. Осылайша 6-7 жорық кетті, нәтижесіз
8-ші жорық бар. Ал бұл жорық енді тарихтағы бір керемет жорықтардың бірі. Құран кәрімде бірнеше аяттың түсуіне себеп шыған бұл Нахла деген жорық. Уади Нахла 8-ші жорық. Мінекей 8 деп белгі қойып қойдым. Нахла. Меккенің солтүстік батысындағы Нахла деген жер. Шам жеріне арналған сауда жолында орналасқан ойпат. Уади Нахла деп аталады. Нахла ойпаты. Сол жерге пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла ибн Джахш әл-Асади деген өзінің ең ұлы сахабаларының бірін қасына 11 адамды қосып беріп, 11 адам, онымен 12 адам, 12 адамға 6 түйе болды дейді. 2 адамнан кезек-кезек мінгесіп отырды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хат жазып берді дейді Абдулла ибн Джахшқа. Ей Абдулла, мына хатты 2 күн өтпейінше ашпа деп айтты дейді. 2 күн жүріп кет, оңтүстікке қарай жүре бер, 2 күн. 2 күн жүргеннен кейін барып, мына хатты аш. Сөйтіп, Абдулла ибн Джахш радиаллаху анху хижреттің 2-ші жылы жүріп кетті оңтүстікке қарай. 2 күн жүргеннен кейін, 2 түн жүргеннен кейін хатты ашып қараса, ей Абдулла, осы хатымды алғаннан кейін Мекке мен Таифтың жанындағы Уади Нахла жазығына барып, Құрайыштың керуенін бақылап, содан бізге хабар алып кел деп айтқан екен. Қараңыз, мәтінді қараңыз. Құрайыштың керуенін бақылап дейді, содан бізге хабар алып кел деп айтты. 2 күн жүрді, жақындап қалды ғой. Нахлаға жақындады сахабалар. Сөйтті де сахабаларға хатты ашып оқып берді. Алланың елшісі бізге Нахла жеріне баруды бұйырды. Кім шахидтікті қаласа, менімен бірге жүрсін, қайтам деген адам ерікті деп айтты. Бұл басшы негізі әмір қылып жүр. Жүрсең де жүресің, жүрмесең де жүресің деп атқан жоқ. Кім шахидтікті қаласа, өйткені алдында бірдеңе күтіп тұр. Меккеге жақын. Егер ұстап қалса, бітті, барлық 12-сі де өлім жазасына кесілді. Өйткені ана жақта 7 рет жол жасалынған. Енді оңдырмайды аналар ұстап алса. Сонымен жаңағы Абдулла ибн Джахштың қасындағы сахабалардың барлығы шахидтікке бел будық дейді. Бірақ Саад ибн Аби Ваққас пен тағы бір сахаба түйелерін жоғалтып алады да екеуі адасып кетеді жолдан. Сонымен бұлар неше болып қалды? 10 болып қалды. Уади Нахлаға келді. Келіп қарап отырса, керуен кетіп бара жатыр. Ой, жарықты қай. Керуенді көрген кезде сахабалар не істейді? Дереу, не істейміз, жиналыс жасайды, не істейміз? Өлтіреміз ба мыналарды, әлде керуен тонаймыз ба? Сонда не дейді ішіндегі сахабалар ақылдаса келіп, бүгін өлтіретін болсақ дейді, біз ереже байында тұрмыз дейді. Бұл Аллах тағала адам өлтіру харам қылған ай, соғысу харам қылған айлардың бірі, 4 айдың біреуі. Сондықтан сол айға кіріп кетеміз. Ал бұл күннен өтіп кетсек, ең соңғы күнде тұр ереже байының, аңғарсаңшы сынақтың көкесін. Бұдан өтіп кетсе дейді, мына жерден қолымыздан, уысымыздан өтіп кетсе, онда олар харамның территориясына кіріп кетеді дейді Меккенің. Меккенің территориясына шабуыл жасау, ол тағы харам. Не істейміз? 2 харамның біреуін таңдаймыз. Сөйтетте тәуекел не болса да шабуыл жасаймыз дейді ғой. Шабуыл жасаса, керуенді бастап келе жатқан 4 адам дейді ана жерде. 4 адам: Осман, Хакам, тағы кім жағы? Амр ибн Хадрами және Науфал деген кісі екен. 4-еуінің біреуіне оқ тиеді ғой садақпен атқан кезде. Амр ибн Ал-Хадрами деген кісіге оқ тиеді, садақтың оғы тиеді де, сол жерде жан тапсырады. Бір Амр ибн Хадрами деген кісі Ала ибн Ал-Хадрами деген ұлы сахабаның інісі. Ала ибн Ал-Хадрами деген сахаба бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына неге Бахрейн жеріне зекет жинауға жіберген, Абу Бакр радиаллаху оны мына Парсы империясына, мына жаққа қарай, Парсы империясына соғысқа жіберген кезде, мына теңіздің үстінен атпен, жылқымен, түйемен өтіп кеткен, қайықсыз. Абу Хурайра сол әскердің ішінде жүрген. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады: Ала ибн Ал-Хадрамиді көрдім дейді, теңіздің үстінен қайықпен немен өтіп кетті дейді, жаңа қайықсыз атпен өтіп кетті дейді. Бір Алланың есім сипаттарын айтып өтіп кетті, кешеде айтқан мұнан. Және тағы бір кереметті көрдім дейді. Ала ибн Ал-Хадрамимен біз Бахрейнге бара жатқан кезде жолда өліп қала жаздадық дейді, шөлдеп. Сонда дұға қылып еді дейді. Жерден кенеттен атқылап су атылды дейді. Суға тойып алдық дейді.
Сөйтіп кетіп қалдық, біздің ішімізде біреу заттарды ұмытып кетті дейді. Қайтып келсе, жаңағы жер құп-құрғақ, дым жоқ дейді. Екінші нәрсе ме? Мен одан үшінші нәрсені көрдім дейді, Абу Хурайра айтады радиаллаху анху. Ала ибн ал-Хадрами дүниеден өткен кезде, Куфаға бара жатқан кезде, Басраға бара жатқан кезде дейді. Жолда су болмай қалды дейді, жолда өліп қалды дейді Ала ибн ал-Хадрами. Сонда ана өлген кезде су таппай қалдық біз, бірақ Аллах тағала кенеттен жаңбыр жаудырды дейді, нөсерлетіп. Сол жаңбырдың суына оған ғұсыл алдырдық дейді. Жер жұмсақ болды дейді. Қылышымызбен жерді қабырын қаздық дейді. Күрек те жоқ еді бізде дейді. Сөйтіп ол кісіні көмдік дейді. Неткен керемет кісі деп таңғалып жатыр. Соның інісі мінекей неде өліп жатыр? Інісі мүшрик күйде Нахла жорығында өліп жатыр. Көрдіңіздер ме? Айтайын деп жатқан болса ғой. Тағы бір ағасы ертең Бәдірде мүшрик күйінде өледі. Өкінішті, өте өкінішті. Сол Амр ибн Хадрамиге оқ дейді де өліп қалды. Ана жерде Науфал деген кісі не істеді? Науфал деген кісі қашып құтылды да, Осман мен Хакам деген кісі ұсталып қалды мұсылмандарға. Сөйтіп бүкіл керуенді жаңа екі тұтқынды ұстап алып, қаққа қарай кетті сахабалар? Мәдинаға қарай кетті. Қуаныштарында шек жоқ, күшті қылып бәрін неғып келедік деп отыр ғой енді олар. Тұтқын алдық, олжа алдық, қаншама жет шабуыл жасап алынбаған олжаны алып келедік деп отыр ғой енді. Анау ше, ол кетті Меккеге қарай, хабар беруге. Аяқта дайындалып жатыр, соғысқа дайындалып жатыр. Сонда Мәдинаға жеткен кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оларға кейді дейді. Кім сендерге Аллах тағала харам қылған айларда адам өлтіруге рұқсат берді? Бағанағы ненің мәтінінде не деп айтты? Бақылап хабар алып келіңдер деген жоқпын ба мен сендерге деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сендерге адам өлтір дедім ба? Олжа әкеліңдер дедім ба? Бақылап келіңдер дедім деді сендерге. Көрдіңіз ба? Қате түсінік болып қалды ана жерде, бір-бірін түсінбей қалды. Ана сахабалар бар ғой, жаңағы 12 сахаба, үйінен шыға алмай қалған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның әміріне бұйырым бойсынбағандықтан деген сияқты әңгіме тараған Мәдинада. Ол әңгімені қоя бер. Меккедегі әңгімені қара сен тарап атқан. Мұхаммед өзім пайғамбармын деп айтады. Ал өзің сахабаларын қара. Аллах тағала харам қылған айларда адам өлтіріп жүр дейді. Ол ештеңе емес, олар харамның территориясына кіріп адам өлтірейін деп жүр. Қайықта сонда харамның құрметі қайда харам айлардың? Өзім пайғамбармын деп айтады. Пайғамбар сөйтіп істей ме? Аңғара әңгіме, ой, ондайды өлтіреді ғой меккеліктер. Сол әңгіме кетті, тарады. Айналаның бәрі, бүкіл араб жазира шулап жатыр. Харам қылынған айларда адамның қан төгілді. Ондай да бұндай, мұндай да бұндай. Сонда аналар бірнеше күн бойы үйінен шыға алмай қиналып кетті сахабалар ше. Барғандарына өкініп кетті жақ жорыққа, Нахла жорығына. Бірақ Аллах тағала Құран кәрімнің аяттарын түсіріп, бұл сахабалардың істеріне ешқандай айып жоқ екенін дәлелдеп берді. Ол Бақара сүресінің 217 аяты. Аллах тағала Құран кәрімде айтты: "Ей Мұхаммед, олар сенен тыйым салынған харам айлары жайында сұрайды" дейді. Және сол харам айларындағы соғыс жайында сұрайды дейді. Айт оларға, ол айда соғысу үлкен күнә, қылмыс деп айт дейді. Дұрыс па? Үлкен қылмыс. Бір жаққа қойдық мінекей. Дұрыс емес демек істеп жатқандар. Ол айда соғысу дұрыс емес. Бірақ дейді, Аллахтың жолынан қайтару дейді. Оған қарсы соғысу дейді, Аллаға қарсы. Алланың жолынан қайтарып жатыр ма сахабаларды? Аллаға қарсы соғыс ашып жатыр ма мүшриктер, меккеліктер? Және Аль-Харамнан, Алланың ұлы үйінен қайтару дейді. Және оның тұрғындарын ол жерден қуып шығару Аллахтың алдында жаңағы харам қылынған айдың қылмысынан да ауыр қылмыс дейді, Аллах тағала айтады. Дұрыс па? Аналардың барлығы күнә емес та, пайғамбарын өлтірейін деп жатыр. Аналарды елден қуып шығып жатыр, малдарын тартып, ол күнә емес дейді, ол харам емес. Мыналар бірін істеп қойып еді, қателесіп кетіп еді, ол күнә болып шыға келді дейді. Уәл фитнату ашадду минал қатл. Шындығында дейді, бүлік тарату дейді адамдардың арасына. Бұл адам өлтіргеннен де ауыр дейді. Аналардың таратып атқан бүлігі бар ғой, Мұхаммедтің көрдің ба, сөйттіңдер ба, бүйттіңдер. Ол дейді, аналардың өлтірген адамнан да ауыр дейді. Адамдардың арасына бүлік тарату, адам өлтіргеннен де ауыр дейді, көрдіңіздер ме? Сондықтан мінекей
осы аяттар түскеннен кейін барып жаңағы сахабалар үйінен шықты дейді қайтадан. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ана өлтірген Амр ибн хадрами бар ғой бағанағы, соның фидиясын төлет дейді, кісі ақысын. Нештенге кіші ақысы қанша ол құны? 100 түйе төлет. Ана 2 тұтқынды қосып жіберді, босатып жіберді, азат еді. Келген мал дүниенің барлығын қайтадан бер жіберді. Бұл дұрыс емес жолмен келді деді ғой. Енді дұрыс жолмен келу керек болып жатыр. Осылайша мінекей мына Нахл жорығы бар ғой. Нахл жорығы тарихтағы ең үлкен шайқасқа әкеліп соқтырды. Адамның өлімі бағанағы. Ол қандай шайқас? Үлкен Бәдір шайқасы. Бірақ үлкен Бәдір шайқасы болмай тұрып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Мәдинада жүргеніне 16 ай болғаннан кейін, 1,5 жыл немесе 1 жыл 4 ай толғаннан кейін, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам іші бір түрлі болып жүреді екен да. Неге? Өйткені неге қарап оқиды екен намазды? Шам жеріндегі қасиетті Құдыс мешітіне қарап оқиды екен намазды. Ол іштей өзінің атасының салған қағбасы, яғни Алланың үйіне қарап құлшылық қылғысы келеді екен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сонда ішінде сондай нәрсе бар да, бірақ оның ішіндегісін Алла біледі ғой, дұрыс па? Сол ішіндегі нәрсесін Аллах тағала ақиқатқа айналдыра ма, айналдырмай ма, оны келесі сабақта айтамыз иншалла. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирук ва атубу илейк. Аллах тағала разы болсын баршаңызға.